Каспий пайдағы өте үлкен қателік. Каспий банк сенің счетыңды бір кісінің заявлениесі үшін сенің счетыңды полностью арестовать етіп тастайды. Сен целый гигантский ТО болсаң, сенің счетыңда қанша счет ақша бар, миллион, миллиард счетыңда ақша бар ма, не волнует. Бір клиенттің 200 теңгелік заказына сенің бүкіл счетыңды арестовать етіп тастайды. Сен счеттан перечисление жасайсың ба, сенде 30-40 адаммен жұмыс қамтып жатсың ба, сен 40 адамға аванс, зарплата, счет, материал, счеттан бірдеңе сатып аласың ба, сен не волнует. Сен счетыңды просто могут арестовать. Из-за того, сен осы уақытқа дейін 10 мың клиентті, добросовестный клиентті товарларын апарып бергенің қызықтырмайды оны кеше ғана счетқа заявление жазған бір клиенттің отзывы үшін сенің счетыңды арестовать етіп тастайды. Ол клиент 100 мың теңгеге бір болмайтын бір шкаф сатып алған, ол шкафты апарып установительный ремонт, бірдеңе, ертең кел, бүгін кел, телефонды алмайды, клиент алаяқ, жатқан тұрған алаяқта, анау ертерек саған істеткізіп алу керек та. Ол үшін байқап отырсыздар, монополия деген нәрсе қазір. Былайша айтқанда бизнестің жауы, былайша айтқанда онымен ешқандай сөйлесетін вопростар жоқ. Яғни бір 100 теңгеге бола сенің 100 миллион айналдырып отқан кәсібің блокқа кете береді. Енді ол жерде тәртіп түзім, ол жерде заң саясат деген нәрсе енді бір кәсіпкерлердің ығына қаралмаған дүние. Кәсіпкерлер ол жерде сабан сияқты ақша тауып отыр. Кәсіпкерлердің ешқандай бір құндылығы жоқ. Сондықтан енді осы сияқты жолдарды айналып өту үшін жаңағы үлкен пайыздардан қашу үшін осындай платформа ойлап таптым. Мына жерде сен 40 миллион теңге тапсаң, 40 миллион теңге болып қалтаңа кіреді. Оның 16%, 20% Каспий ұстап қалу деген әңгіме жоқ. Енді Каспийдің артықшылықтары көп, енді мақтайтын адамдар көп. Иә, мақтайық, жақсы. Қазақстандағы ең мықты супер апп. Бірақ енді оның да кемшіліктер жетеді. Қаншама зарғақсап жүрген кәсіпкерлерді көрдім. Қаншама жыл жұмыс жасаған. Аяғы сол болмайтын бір түсініксіз сылтаулармен дүкендер жауып қалған, бизнестер, аккаунттар банға кеткен. Қиын жағдайда енді. Сондықтан әр кәсіпкер үшін двойной счет болу керек, двойной сайт, двойной жаңағы мүмкіншіліктер болу керек. Запаста жұмыс жасау керек, барлығын бір жерге тықпа мысалы. Бір айналдырып отырған кәсібің 30 миллион, оның 25 миллион, 28 миллион мысалы Каспийге сапсал, оқыстан арестқа кеттің, Каспий пайын кетті дейік. Оны шеше алмайсың, соттасып оған 3 жыл, 4 жыл оқытасың, әуел сол ақшаң кетеді. Сондықтан міне осындай платформалар мысалы таза өзіңе пайда әкелетін платформалармен жұмыс жаса, мүмкіншіліктің бәрін жасап қойғам. Бұдан мына жердегі бөліп төлеу болмаса, жаңа Каспиймен төлеу бәрі бар. Каспиймен тікелей төлем жасауға болады. Каспийге тікелей секіртеді, Каспиймен тікелей төлеуге болады. Бұны Каспий ешқашан банкқа жіберіп жауып тастай алмайды. Өйткені бұны жауып тастайтын болса, Каспий банкты бірақ жауып тастауға тура келеді. Өйткені бұл әдеттегі күнделікті төлем жүйесі, күнделікті бізге беріліп отқан мүмкіншілік. Мен соны пайдаланып жасап отырмын. Тікелей IP бермейді Каспий ешқашан. Тікелей IP алу үшін ол басқалай жаңағы хакерский код жазуға тура келеді. Оны ешкім істемейді, ол бас кететін әңгіме, оны ешкім жасағысы келмейді. Сондықтан бұның бәрі заңды халық пайдаланып жүрген күнделікті перевод, күнделікті Каспий пай сол жасалып қойған. Былайша айтқанда бұл жерде банктың услугасы және Каспийдің бір 0,90%, 1%-ға жетпейтін сома ғана ұсталады. Қалған сома бірақ өз қалтаңызға қалады. Ал Каспиймен ол жұмысты жасайтын болсаңыз не болады? 20%, 16%, 30% ба бірдеңе пайдаңыз ұстап қалады. Одан кейін қалың конкуренттер бағаны жер көреді. Мал қып тастайды ғой клиент. Жаңағы бизнесменді мал қып жібереді. Жол ортада возврат жасап жіберу, тауар жетпей. Тауарда кіттей бір ақаулар, болмашы бір заттарға мысалы жалып тастап, комментарий жазып, в общем, жолыңды байлайтын адамдар көп қой. Одан кейін мысалы сен конкурент дүкендерінде сен жауып тастағысы келеді, өтірік озып жазады, тауар алып. В общем, ол жерде ешқандай бизнесменнің мүддесі қарастырылмаған. Сондықтан мынандай тәуелсіз жеке демократия деген шыңына шығып тұрған жүйені таңдап жұмыс жасаңыздар.
Бул жерде сиздин жеке тугисти, жеке ютубты жана жеке инстаграм дамытуу, пост жүйөсү, складовый, интернет дүкөн бәріне доступ берип койгонбыз. Бизнеске не керек сонун бәрин берип сагам.